Қайырлы күн. Бүгін мен қызанақтарыма бор қышқылын сеуіп шығамын. Аптекада бор қышқылы сатылады. Ол жерге барған кезде бор қышқылын алғанда мынандай сұйықтықты алудың керегі жоқ. Бұл 3% сұйықтық. Бұл қызанақтарға себуге болмайды. Бұл жерде жазып қойылған бор қышқылының спиртті ертіндісі. Керісінше бұл кері әсерін тигізеді. Ал біздерге қайсысы керек? Біздер бор қышқылын пайдаланатын кезде бізге мынандай ұнтағы керек. Міне, мынандай кристаллики бар ғой. Осындай ғана бор қышқылын біз пайдаланамыз. Мен осынша міне аламын. Осындай қазір кішкене тағы осындай ұнтақ түрде осыны салып аламын да қайнап тұрған суға ертемін. Міне, бұл жылы суға ерімейді, қайнаған суға ериді. Өйткені түйіршек бұл қайнаған суға жақсы ерігеннен кейін осы ертіндіні күннің көзінде қызып тұрған жылы суға араластырамын. Қоспам дайын болды, ішіндегі түйіршектер еріді. Қазір осы күннің көзіне қызып тұрған суға осы қоспаны құйып шығамын. Қазір осыны жақсылап араластырып, қызанақтардың жапырақтарынан сеуіп шығамын. Осы қызанақтар осы гүлдеген кезде өсті шашып шығамын. Барлық жапырақтарына тию қажет. Бұны ешқандай зияны жоқ адам ағзасына. Міне, бұл гүлдегендерге жақсы көмектеседі. Міне өсті барлығына сеуіп шығамын. Астарына дейін барлық жапырақтарына себем. Осылай етті бәрін сеуіп шығамын. Бұны күн кешке қарай күн салқындаған кезде себу керек. Күн ыстықта болмайды. Жапырақтары күйіп қалады. Бұны 10-14 күннің ішінде қайталап 2 рет, 3 рет себу керек. Міне мен бүгін септім. 10 күннен кейін тағы сеуіп шығамын. Міне осы қызанақтарға бүгін жапырақтарынан бор қышқылын сеуіп шыққан.